Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, армысыздар. Назарларыңызға футболдан 2023 жылғы Қазақстан чемпионатының 20 тур ойындары бойынша шолуымызды ұсынамыз. 19 тамызда Қарағандыда Шахтер көкшетаулық Оқжетпес командасын қабылдады. Кеншілерге Оқжетпестің қорғанысын бұзу оңай болмады. Оның үстіне көкшеліктер де шабуылға шығып отырды. Шахтер екінші таймда ғана ойындағы есепті ашты. 66 минутта Иван Свиридов көзге түсті. Ал ойынға қосылған қосымша уақытта Шахтердің грузиялық шабуылшысы Тимур Чогадзе Оқжетпес қорғаушыларын алдап өтіп, әдемі соққысымен ойынның нүктесін қойды. Қорытынды есеп 2-0. Шахтер турнирлік кестедегі қауіпті аймақтан алыстады. Ақтауда чемпионаттың жоғарғы лигасында қалу үшін күресіп жатқан жергілікті Каспий Петропавлды Қызылжарды қабылдаған еді. Ойынның басында алаң иелерінің басымдығы байқалды. Алайда бірінші таймның ортасынан бастап қонақтар да белсенділік таныта бастады. Бірақ бірінші таймда соғылған гол болмады. Ал екінші таймда ойынның 58 минутында черногориялық футболшы Борис Милянович есеп ашып Қызылжарды алға шығарады. Осы голдан кейін іле-шала 3 минуттан кейін грузин Лука Имнадзе есепті еселеп кетеді. 87 минутта Қызылжар есепті ірі қылушы еді, бірақ украиналық футболшы Юрий Бушман пенальтиді сәтсіз орындады. Ал қосымша уақытта Каспий есепті қысқартты. Керемет соққысымен гол салып көзге түскен солтүстік македониялық легионер Стефан Коцев. Қорытынды есеп 1-2 Қызылжардың пайдасына. Айта кетейік, чемпионатта Қызылжар командасы шілде айының аяғынан бері 4 ойын бойы жеңілмей келеді. Ал Каспийдің турнирлік жағдайы одан сайын қиындады. Каспий турнирлік жағдайын қиындатып алса, Павлодарда оның бәсекелесі Ақсу өз алаңында Атырауды ірі есеппен жеңіп, керісінше оны кішкене де болсын жақсартып алды. Ойындағы есепті 16 минутта Ақсудың африкалық легионері Лима Майлсын ашты. Дегенмен Атырау 38 минутта есепті теңестірген болатын. Көзге түскен оның ресейлік сұрмергені Евгений Козлов. Ал екінші таймның басында, дәлірек айтсақ 57 минутта Лима Майлсын тағы да көзге түсіп, матчта дубль рәсімдеді. 60 минутта Ақсудың бразилиялық футболшысы Брайан есепті 3-1 қылады. Ойындағы нүктені 77 минутта белорус Андрей Соловей қойды. Қорытынды есеп 4-1 Ақсудың пайдасына. Талдықорғанда жергілікті Жетісу Мақтаралды қабылдап минималды есеппен жеңіліс тапты. 0-0 есебі ұзаққа дейін өзгермеді. 79 минутта Жетісу қорғаушысы Асқат Балтабеков өз қақпасына гол соғып алады. Оның үстіне 82 минутта Жетісу ойыншысы алаңнан гол алады. 0-1 есебі матч аяқталғанша өзгермеді. Мақтарал маңызды үш ұпайына қол жеткізді. Ал Астанада екі майданда қиналып жүрген жергілікті команда Қызылордалық Қайсарды қабылдаған еді. Еурокубок ойындарында ірі есеппен жеңіліп, ал ішкі біріншілікте көптен жеңбей жүрген Астана осы жолы өз алаңында Қайсарды да жеңе алмады. Олар ойындағы есепті ашқан болатын. 68 минутта Тимур Досмағамбетов көзге түсті. Ал 84 минутта айып алаңында Астана ойыншысы қолмен ойнап пенальти белгіленеді. Оны белорус Дмитрий Бородин сәтті орындап есепті теңестірді. Қорытынды есеп 1-1. Ақтөбеде жергілікті команда Қостанайлық Тобылды қабылдады. Чемпионатта көптен бері жеңілмей, бірақ тең ойнап қалып жүрген Ақтөбе осы жолы да Тобылмен тең ойнады. Ақтөбе ойынды басымдықпен бастаса да, есепті Тобыл командасы ашып кетеді. 40 минутта көзге түскен Ақтөбенің бұрынғы ойыншысы Рамазан Оразов. 55 минутта Ақтөбенің қорғаушысы Әлібек Қасым да көзге түседі. Бірақ ол гол салған жоқ, тікелей қызыл қағаз алған еді. Дегенмен Ақтөбе шабуылдарын жалғастыра берді және 66 минутта хорват Андреа Филиппович алыстан теуіп есепті теңестіреді. Осыдан кейін екі командада гол салатын мүмкіндіктер болғанымен 1-1 есебі өзгермеді. Турдағы ең кеш басталған ойын Шымкентте өтті. Онда чемпиондыққа 1-1 үміткер команда ордабасы Алматылық Қайратты қабылдаған еді. Ойын әрине өте ауыр өтті. 75 минутта Қайрат қақпасына пенальти белгіленеді. Бірақ оны ордабасы капитаны Асқат Тағыберген сәтсіз орындайды. Дәлірек айтсақ, Қайрат қақпашысы Данил Устименко соққының бағытын дұрыс тауып сәтті қайтарады. Сонда да шымкенттіктер 90+7 минутта гол салып жеңісті жұлып әкетеді. Гол авторы хорват Бернардо Матич. Енді назарларыңызға Қазақстан чемпионатының 20 турынан кейінгі турнир кестесін ұсынамыз. Кестеде көшбасшы команда 48 ұпаймен Шымкенттік Ордабасы Астана мен Ақтөбеден ұзай түсті. Бұл турда олар өз ойынын жеңіп 3 ұпайларына қол жеткізсе, оның қуғыншылары Астанада Ақтөбеде тең ойнап ұпай жоғалтқан еді. Ал турнир түбінде әзірге 14 ұпаймен Каспий және 15 ұпаймен Ақсу мен Мақтарал командалары келеді. Мақтарал командалары басқаларға қарағанда чемпионаттың әлі 2 ойынын өткізген жоқ. Және чемпионатымыздың сұрмергендер тізімінде назарларыңызға ұсынамыз. Оны бастап келе жатқан Қайрат командасының бразилиялық шабуылшысы Жоа Пауло. Ол 14 гол соққан және оның 3-уін пенальтиден кіргізген болатын. Осымен футболдан 2023 жылғы Қазақстан чемпионатының 20 тур ойындары бойынша шолуымыз аяқталды. Бізді қарағандарыңызға көп рахмет. Каналымызға жазылып, лайк басуларыңызды сұраймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.